Жамандағаным емес деп өзгені жамандауды қою керек. Ешқашан ешкімді жамандама. Ең жаман деген адамның да өз жақсылығы болады. Айна адамның сыртқы бейнесімен қатар оның шынайы жан дүниесін де көрсететін болса, адам айнаға қарамас еді. Жұрттың баласына ұқсаймын деп, өзіңнің шынайылығыңды жоғалтып алма. Есіңде болсын, өмір біреумен жарысу үшін емес, бақытты болу үшін берілген. Мақсатқа жетер жолда алдыңнан шыққан әр итке тас лақтыра берсең, мақсатыңа ешқашан жетпейсің. Кей адамдарға таң қаласың, сөздің жартысын естиді, аз бөлігін түсінеді, бірақ артығымен асырып жеткізеді. Жылағанның бәрі әлсіз емес, күлгеннің бәрі бақытты емес. Сен барлығына ұнауға тиісті емессің, олар да сені ұнатуға міндетті емес. Бірақ сен айнаға қараған кезде, айнадағы адамды сүюге міндеттісің. Екі адамның бір-біріне жолығуы тағдырға, жолыққан соң бірге болуы өздеріне байланысты. Менің өміріме кіріп те, шығып та жатқандар көп. Олардың барлығына бірақ шарт, кірерде аяқтарыңызды сүртіңіз, шығарда есікті жауып қайта оралмаңыз. Адаммен бетпе-бет сөйлеспей тұрып, ол туралы пікір айтудан аулақ болыңыз, себебі ол жайлы айтылғанның бәрі өсек. Тыңдап үйреніңіз. Өзгелер туралы айтып отырған адамды мұқият тыңдасаңыз, шындығында өзі жайлы айтып отырғанын ұғасыз. Есіктің үнін өшіруге болады, өсектің үнін өшіре алмайсыз. Кеше ерте сияқты болып тұрып, ертең кеш болып қалуы мүмкін. Өзің туралы сыр ашуға асықпа. Сен туралы әңгіме сен шығып кеткенде басталады. Сен танитын әрбір адамның ішінде сен танымайтын және бір адам болады. Оны тану үшін онымен сапарға шық, немесе бірге іс бастауың керек. Жек көру бұл қорқақ адамның ала алмай қалған өші. Өмір сен ойлағандай қиын емес, өзің жұрт не дейді деп қиындатып алғансың. Суық қарым-қатынас, осының барлығы адамның бір-бірімен дұрыс мәмілеге келе алмауында. Айтылған сөз атылған оқпен тең дейді дана халық. Сол себепті айтар сөзді сүзгіден өткізіп, салмақпен саралап айт. Өміріңде маңызы жоқ адамдар не айтса да жүрекке тимеуі мүмкін. Алайда өміріңе кірген адамның сөзі өткір болатынын ұмытпа. Құдыққа тас тастаған адам, ол түбіне жетіп, даусы естілгенше қарап тұрады. Сол секілді сені сөккен адам да сенің жауабыңды күтеді. Ұстамдылықпен көркем мінез таныт, өткізіп жібер. Құдық түпсіз екен деп ойласын. Барлығы сені ашуланып, ұрсады деп ойлаған жерде сабыр сақта. Барлығы сені тізерлеп жылайды деген жерде күлімде. Адамдарға ешқашан әлсіз тұсыңды көрсетпе. Әйтпесе әлсіз жеріңді ұстап, өзіңе қарсы пайдаланады. Ең шаңды жеріңнен соққы аласың. Өзіңмен айналысуды қолға алмасаң, кім көрінгенмен айналысып кетесің. Өзіңді ғана сынап, алға дамудың орнына басқаларды сынап бастайсың. Өзіңнің әрекеттеріңді талқылап саралаудың орнына басқалардың әрекеттерін талқылап кетесің. Алтындай уақытыңды біреудің өмірін талқылауға жұмсама.
Қалай болғанда да сені сынайтындар табылады. Сол үшін жүрек қалауыңнан ешқашан бас тартпа. Біткен іске сыншы көп. Сен ол істі істесең де, істемесең де сөз тиеді. Адам неғұрлым көп мақтанса, соғұрлым аз нәрсені шеше алады. Мұндай адамдар әдетте өздерін көрсету үшін көп сөйлейді, бірақ іс жүзінде көмегі шамалы. Шын мықтылар артық сөйлемейді, тек нәтижесін көрсетеді. Олар көзге түспей, асықпай жүріп, керек кезде барлық мәселені шешіп береді. Тыныш жүрген адамнан қорық, өйткені ол әрекетімен дәлелдейді. Сенгенің бір Алла болса, бүкіл әлем біріксе де сені сындыра алмайды. Арнама тіркеліп алыңыз.